Өте дәмді жапон десерті моти жасаймыз. Біздің Жаняға өте қатты ұнады. Ол үшін ең алдымен рисовый ұны керек болады. Клейковый дейтін рисовый ұнға крахмал, сахарный пудраны араластырып аласыздар, суға сұйық майды араластырып, барлығын біріктіріп алғаннан кейін үшке бөліп аласыздар. Үш түрлі түспен жасаймын. Фиолетовый, розовый, сары цвет араластырып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған тапаға орташа отта 10 минуттай пісіріп аламыз. Осылай араластырып отырасыздар, бірігіп бір комокқа жиналғаннан кейін пакетке салып суытып қойып қоямыз. Креміне бізге керек болады крем чиз, сгущенка, ванильный сахар. Жақсылап миксерлеп алыңыздар. Начинкасіне клубника мен бананды 4 пішек етіп турап алдым. Дайындап алғаннан кейін суыған қамырымызды 4-ке бөліп аламыз. Әр бөлігі менде 45 граммнан шықты. Крем, банан, крем қылып, соңына қарай осылай түйіп шығасыздар. Өте әдемі, сәнді көрінеді. Осылай түйіп алғаннан кейін кекстің сыртын қолдандым. Кекстің сыртына салып алып, холодильникке міндетті түрде 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сәндігіне ертілген ақ шоколад, үстіне кез келген посыпка себе берсеңіздер болады. Ас болсын рецебін ап, видеоны аватса, löpіл басып кетуді ұмытпаңыздар.